Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Рингу елші қызметшінің кішкентай арганын ұрлап алған еді. Енді оны ар-ұжданы азаптады. Ұрлық ешкімге де қуаныш әкелмейді. Балалар, сендер де мұны түсіндіңдер ме? Қалай және нені ұрлағандарың, дүкеннен бе, әлде аналарыңның әмиянынан ба, ол маңызды емес. Жағдайды түзетудің бір ғана жолы бар. Рингу осы жолмен жүруге шешім қабылдады. Ол Исадан кешірім сұрап, ұрланған затты иесіне қайтармақ болды. Рингу бұқаларды жегіп алып, кішкентай арганды арбаға қойды. Рингу, сен не істеп жатырсың? Мен кішкентай арганды қайтарамын. Сен несіңді жоғалттың? Қазір қайтаратын болсаң, онда оны не үшін алдың? Сен Исаны қабылдаған кезіңнен бастап, мен үшін сені түсіну қиын болып жатыр. Арбаға мін, жолда бәрін айтып беремін. Рингу тезірек қалаға жетуге асықты. Ол Мэри ханымды тез тауып алғанына қуанды. Ол Үндістанда келі кітап аудармашысы болып жұмыс істеді. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сендердің келгендерің қандай жақсы болды. Сендер маған көмектесе аласыңдар ма? Маған аударма үшін корку тілінде бірнеше сөздерді нақтылау керек еді. Бірақ мен алдымен Сахиб Грабты көруім керек. Ол енді бізбен бірге емес. Ол қатты ауырып, Америкаға қайтып кетті. Бірақ дәрігерлер оған көмектесе алмады. Сахиб Граб қазір көкте. Сахиб көкте? Иеміз Исамен бірге ме? Әрине, ол көкте өте бақытты. Бірақ ол енді бізбен бірге болмайды. Ол енді бізбен бірге емес. Бұл хабар Рингуды қатты қапаландырды. Ол жылай бастады. Қарашы, менде оның суреті бар. Оны өзіңе қалдырғың келе ме? Рахмет, бұл менің сахибім. Ол маған Тәңір Иса туралы айтып берді. Рингу, Құдайдың сенің өміріңе қатысты жоспары бар. Оның сен арқылы басқа адамдарға Иса туралы айтқысы келетініне сенемін. Бірақ мен бір нәрсені ұрлап алдым. Кішкентай арганды. Ол ана жерде, арбада. Оның күнәсі енді құпия емес еді. Рингудың иығынан ауыр жүк түскендей болды. Мэри ханым оны кешірді. Ол арбаға жүгіріп барып, ұрланған затты қайтарды. Қош болыңыз, Мэри ханым. Келесі жолы келгенде, корку тілінде көбірек сөздер айтып беремін. Ал енді біз отын жинауымыз керек. Қайтып келе жатқанда, ол дұға етті. Тәңір Иса, мені кешіргенің үшін саған рахмет. Сенен өтінемін. Сахибке, мен оның кішкентай арганын қайтардым деп айтшы. Мен өте қуаныштымын. Мен саған қызмет еткім келеді. Рингу, сен маған Иса туралы айтып бере аласың ба? Мен саған ол туралы күн сайын айта аламын. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.